Қайырлы күн оқырмандар. Біз өзіміз осындай бір эпидемиологиялық ауданда, яғни йод жетіспейтін ауданда тұрамыз, районда тұратындықтан біз көп екінің бірінде қалқанша безінің аурулар кездесіп жатады. Бірінші гипотиреоз, гипертиреоз, тиреотоксикоз деген сияқты аурулар кездесіп жатады. Сол кезде дәріні ішкенде, мысалға тиразин, жаңағы диффузно-токсический зоб кезде тиразол, ал гипотиреоз кезінде эутерокс или болмаса эльтероксин ішіп жатады. Осы дәрілерді біз ішкен кезде семіріп кетеміз ба деп айтады. Бұл сұраққа жауап берерім жоқ. Бұл ешқандай семіртпейді. Бұл гипотиреоз, яғни қалқанша безінің аурулары кезінде ішетін дәрі, бұл сіздің зат алмасу процесіңізді жақсартып, қалқанша безінің қызметін жақсартады. Бұл сізге семіртпейді. Гипотиреоз кезінде бұл аурудың салдарынан семіруіңіз мүмкін, бірақ дәріден емес. Ал гипертиреоз кезінде бұл тиразол ішеді, бұл кезде адамның салмағы төмендеп кетеді. Ал тиразол ішкенде бұл сіздің бұрынғы қалпыңызға қалыптандырып, қалқанша безінің қызметін жақсартады. Енді осы қалқанша безінің аурулары кезінде қандай тамақ біз үшін пайдалы болып келеді? Біз үшін ең пайдалы жаңғақ, теңіз өнімдері, балдырлар, құрма біз үшін өте пайдалы өнім болып келеді. Ауырмайық, сау болыңыздар.